Құрметті сыныптастар, ұстаздар, баршаңызды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мен алдымен ата-анамызға, ұстаздарымызға, достарымызға және отанымызға алғыс айтқым келеді. Әрбір айтылған рахмет жүректен шыққан. Жылы ұлттың белгісі, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бірлігіміз бекем, татулығымыз мәңгі болсын. Алғыс айту күні құтты болсын. Ұстазым, осы өлеңде қанша жыл жатыр. Мен үшін өте асыл ыстық жансың. Анамдайсың, әкемдейсің, мен үшін біліміңді аямадың шәкіртіңнен. Мың алғыс айтамыз біз ұстаздарға тәрбиелеп білім берген асыл жанға. Тек қана ойнетіліп балаған ол өйткені ол ұстаздың ақ арманы. Алғыс жүректің үні монологын оқып берейін. Кейде біз рахмет деуге ұяламыз. Оны айту әлсіздік сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде алғыс айту жүректің күштілігі. Кейде біз өмірдің өзі үлкен сый екенін ұмытып кетеміз. Таңертең оянғанымызда, жанымызда бір күтіп отырған адамдар бар екеніне, жылы сөз айтатын достарымыз барына көңіл бөлмейміз. Мен бүгін ата-анама алғыс айтамын. Маған өмір сыйлаған үшін, үнсіз түсінген үшін, қателессем де жанымнан табылған үшін. Ұстаздарыма алғыс айтамын. Маған тек пән үйреткен үшін емес, өмірде адаспауға үйреткен үшін. Достарыма алғыс айтамын. Күлуге себеп болған үшін, жылағанда үнсіз қасымда отырған үшін. Алғыс бұл үлкен сөз емес. Алғыс бұл адамның адамға жылу беруі, бәлкім бір ауыз рахмет біреудің өмірін өзгертер. Сондықтан бүгін мен алғыс айтамын. Рахмет саған өмір. Рахмет саған мені қоршаған адамдар. Сендер барда мен өзімді жалғыз сезінемін. Сендер барда мен бақыттымын. Алғыс жүректен шығатын ең жылы сөз. Бүгін мен өмірімдегі барлық жақсылыққа себепкер болған жандарына шын жүректен рахмет айтамын. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар және достар. Қазір менің жүрегімде қуанышта, сағынышта бар, және ең бастысы алғыс бар. Сол алғысты жеткізу үшін сіздердің назарларыңызды шағын монологыма аударғым келеді. Бүгін мен алғыс айту үшін сөйлеп тұрмын. Жай ғана рахмет деу үшін емес, жүрегімде жүрген, бірақ кейде айтылмай қалатын сезімдер үшін. Алғыс бұл үлкен сөз емес. Ол кішкентай ғана жылы сезім. Бірақ сол сезім адамның жанын алады. Мен алғысымды мені кінаған адамдарға айтқым келеді. Үндемей отырсам да түсінуге тырысқандарға, қателессем де сенімін үзбегендерге. Кейде бір жақсы сөздің қаншалықты маңызды екенін ұмытып кетеміз. Бір ауыз жылы сөз адамның бүкіл күнін өзгерте алады, ал бір шынайы алғыс адамның жүрегіне үміт сыйлайды. Мен бүгін ата-анама алғыс айтқым келеді, өмір сыйлағаны үшін, ұстаздарыма алғыс айтқым келеді, сенгендері үшін, достарыма алғыс айтқым келеді, жанымнан табылғандар үшін, және өзіме де алғыс айтқым келеді, берілмегенім үшін, күрескенім үшін, жақсы болуға тырысқаным үшін. Алғыс айту әлсіздік емес, ол жүректің күшті екенін көрсетеді. Егер біз күн сайын кем дегенде бір адамға алғыс айтсақ, әлем сәл болса да мейірімді болар еді. Бүгін менің жүрегімде бір ғана тілек бар. Жылы сөздер көбейсін, алғыс айтудан ешқашан шаршамайық. Себебі алғыс адамды адамға жақындататын ең қысқа жол. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бүгінгі алғыс күніне ата-анама алғыс айтқым келеді. Мені қолдап, тәрбиелеп жүргендері үшін, менің қасымнан әрқашан табылғандары үшін рахмет сіздерге. Мен сіздерді жақсы көремін. Алғыс айту күніне орай мен бақыттымын өткен монологын сіздерге оқып берейін. Мен бақыттымын, өйткені мен жалғыз емеспін. Мен бақыттымын, өйткені мен күтіп алатын үйім бар. Мен бақыттымын, өйткені қателесуіме рұқсат беретін, бірақ құлауыма қорқайтын адамдар бар. Бақыт үлкен нәрсе емес екен. Бақыт анамның балам деген даусында, досымның күлімсіреуінде, ұстазымның сенімінде. Бүгін мен өмірге реніш айтпаймын, бүгін мен тек алғыс айтамын. Өйткені алғыс айтқан жүректе қорқыныш аз болады, үміт көп болады. Мен бақыттым, себебіне алғыс айтамын. Айту күніне орай жанымда жүрген жандарға шын жүректен рахметімді айтамын.